Отыншы деген лақап ие болған маньяк 20 ғасырдың басында бүкіл ақш штаттарын үрейлендірді. Оның қылмыстары оғаш және қисынсыз болды. Оның жеке басы әлі күнге дейін барлығына жұмбақ. Біз ақштағы ең қатыгез өлтірушілердің бірінің тарихын айтып береміз. Достар, арнаның 80% көрермені жазылмай қарайды. Арнаға жазылып лайк пен пікір қалдыр. Бұл мені шабыттандырып, келесі видеоның шығуына себеп болады. Қатыгез кісі өлтірулер сериясы айқын себепсіз және джаз музыкасына құштарлық. Бұл әлемдегі ең қауіпті және жұмбақ сериялық өлтірушілердің бірі болып саналады. Луизиана штаты тарихындағы бұл қорқынышты бет өткен тарих бетінде қалды. Бірақ 100 жылдан асса да штат тұрғындарын бұл туралы сұрақтар мазалауда. Бұл қатыгез маньяк кім болды және ол қалай ұсталмай қалды? Маньяк тарихы 1918 жылдың 22 мамырынан басталады. Дәл сол күні отыншы өзінің алғашқы дәлелденбеген кісі өлтіруін жасайды. Оның құрбаны үйінде тыныш ұйықтап жатқан ерлі-зайып